бүгінгі теория сольфеджио сабағына қош келдіңдер. Көңілдерің жақсы ма? Иә. Ал олай болса, бүгінгі сабағымызға сәттілік, ашық сабақ, көріп тұрсыңдар, өзімізді барынша көрсетейік, сабағымызды жақсы өткізейік. Ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын біз сіздермен ән айта білу үшін, дирижерлай білу үшін, сөздерімізді дұрыс айту үшін артикуляциялық жаттығулар жасауымыз керек. Қанекей маскамыз шешіп, жаттығулар жасап жіберейікші. Аузымызды үлкен қозғалтамыз, иә? Қанекей бірге бір жаттығу. Футбол. Аттың шабысы. Бақа. Жарайсыздар, кеттік. Нейрогимнастикалық жаттығу. Қолымызды партаға қоямыз. Біріншісінде былай. Бір қолды жұмамыз. Жарайсыздар, келесі қолымызбен класс. Бір. Тез. Жарайсыңдар, Айзада, Айша, Қанекей. Нейрогимнастикалық жаттығу бізге не үшін керек? Мидың бөліктерін жақсарту үшін, е? Ойлау қабілетімізді жақсарту үшін. Жарайсыңдар, керемет. Ал енді біз әбден ән айтып, даусымызды қыздыруға дайынбыз. Қанекей олай болса, даусымызды қыздырып алайық. Мылтырау туралы ән, орнымыздан тұрайық. Өзімізді сахнада тұрғандай сезініп, әнді көндірек айтайық. Қазір қосып қоям. Көріп көріп бағыны? Сөз жатып қоя. Онда көндірек билеп тұрып, аузымызды үлкен болып ашып, сөздерді анық айтамыз, жүр ма? Ноталардан басталар, түсінбейді оларды, білімдіден басқалар. Музыкалық білімін болсын десең тасқамал, бізбен бірге ән айтып, ноталарды жаттап ал, шырқалады әніміз, қайталайық бәріміз. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, си, ля, соль, ла, ми, ре, до. Өнерлі әлемде талым бойда табылар, өнер алды қызыл түн деген сөзді жаны бар. Ән күйіне әр күн салтанатты сәні бар, анық күйді бастауын ноталарды танып ал, шырқалайды әніміз, қайталайық бәріміз. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, си, ля, соль, ла, ми, ре, до. Біз тыңдайтын ән күй, ноталардан басталар, түсінбейді оларды, білімдіден басқалар. Музыкалық білімін болсын десең тасқамал, бізбен бірге ән айтып, ноталарды жаттап ал, шырқалайды әніміз, қайталайық бәріміз. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, си, ля, соль, ла, ми, ре, до. Біз бүгін өзгеше бағытта даусымызды қыздырдық, иә? Иә, жақсы, керемет. Көңіл-күйлерің жақсарды ма, балалар? Жақсы, олай болса, онда сабағымызға кірісейік. Айша, отыра ғой. Қанекей, сізді отыра қалайық. Өткен жолы біз сіздермен үш дыбыстылық тақырыбын өттік, иә? Қанекей, онда қайталап жүрейік. Үш дыбыстылық дегеніміз не? Кім айтады? Иә, бағым. Үш дыбыстылық дегеніміз үш дыбыстан тұратын, арасында үш нота, арасы терция аралығында орналасқан аккорд. Дұрыс айтасың. Сонда үш нотадан тұратын, яғни біз былай түсіндік, бірінші, үшінші, бесінші ноталар. Яғни бірінші, үшінші, бесінші сатылар. Үш дыбыстылық. Кеттік, Қанекей, онда мен сіздерге көрсетейін қазір. Қараңыздаршы,
Сұрақтар қойып, соларға жауап беріп көріңіздер, иә? До нотасы біз әзірге тональность деген сөздерді қолданбаймыз, себебі бұл балалар көп әлі тональность білмейді. Тек қана екі тональность қана жатқа біледі. До нотасы до мажордан үш дыбыстылықты құрастырып берші, Айназа. До, ми, соль. Керемет, до, ми, соль. Айзада, фортепиано басына келесің бе? Келесі, до, ми, соль. Ал до мажор тональдігінде тоникасы қайсы болады? Тоника – это самый Аккордный. главный звук, да? Главный звук. Значит, До это тоника. молодец. До – это тоника. А субдоминантасы қайсы болады? Гүлзара? Фа. Ми. Фа. Фа. Дұрыс. Ал доминантасы? Соль. Соль. Қанекей, келесі ре мажор. Ре нотасында үш дыбыстық айтады. Іңкәр? Tamamız. Ре мажор тональдігінде үш дыбыстық айтшы. Ре, фа, ля. Келесі ми нотасынан үш дыбыстық кім айтады? Аяла айтпаған. Ми, соль, си. Олай болса, қазір сол үш дыбыстықтардың дыбысталуын бірге айтайық, және ма? Былай болады. До, ми, соль дегенді, мына бірінші қатардағы қыздар айтады. Ре, фа, ляны. Екінші қатар, Нұрдәулет, вы поете ре, фа, ля, а ми, соль, си, все вместе, хорошо? Кеткенке, Айзада. До, ми, соль. И до, ми, соль. Айзада дайындалып алсын. Кет, и. Ре, фа, дауысымызды шығарамыз, аузымызды ашамыз, және ма? Иығымызды түзейміз, ішіміз тартамыз. Қайттан до, ми, соль, и. До, ми, соль, ре, фа. Фа, кез, ер жерде. Ре, фа, ля. Керемет. Ал енді барыңыз бірге ми, соль, си. Аузымызды үлкен болып ашайықшы, қанекей. Көрсетші. Иә, ми, соль, си, иә. И. Ми, соль, си. Керемет жарайсыңдар, Айзада отыра ғой. Жақсы, сонымен өткен тақырыпты қорытындыладық. Ал біз сіздермен осы тоқсанда жаңа бағыт бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Демек, камералық байланыс. Сіздерге мен үйге практикалық тапсырма берген. Шығарманы талдап, дирижерлап, аспапта ойнап келуге. Кім дайын? Фортепиано аспабынан. Нұзар, елімсе бастайық, иә? Қандай шешімдер өттік? 2-де 4, 3-де 4, 4-де 4. Елік саған қандай тапсырма берілді? Чичков. Чичков? Аха, Чичковтың шығармасын талдайық. Қай суретте? Жауап? Қай жақта? Шығармады Чичков, қаланмады? Аха, өлшемі қандай? 4 четверти, 4-де 4. 4-де 4-тің дирижерлау сеткасын жақсы білеміз ғой, иә? Мұқият қарап отырайық, мен дұрыс жасаймын. Оны бірге айтып отырайық, нотасын. Кеттік. Дирижерлайым, айтамыз. И. Ре, фа, ми, ре. Көтереміз. Ре, аха. Ми,
Керемет, енді жарайсың. Ендікте өте қиын шығарма болды. 4x4 өлшемінде аспапта ойнап, дирижерлап айту өте қиын бірінші сынып үшін. Сол үшін енді жарайсың, бірақ нота заттарын әлі сақтау керек, иә? Керемет. Келесі, Низара. Я спестен өте жақсы дайындалған. Сен де қайтарсың ба, Низар? Аха, Низара тапқанша бізде домбырашылардан кім дайын? Нұрдәулет, Аялы, бағым дайынсың ба? Нұрдәулет дайын отырып жүр, қазір Низара орындап иә? Посиди, пожалуйста. Покажешь? Ага. Чеш Ага. Қалай ойналады? подвижно. Өлшемі, Екіде төрт. Керемет. Мұнда қандай белгілер кезген? Пауза бар. Пауза. Ага. Басқа ешқандай белгі жоқ. Дирижерлап бірден ойнайсың ба? Айтып отыр, иә? Нотасын. Екіде төрт качели. До, ре, ми, соль, соль, фа, ми, соль, соль, фа, ми, ре, до. Пауза. Қайттан ар жақтан бастаймыз. Бер жақтан қайттан бірге өлшемге бастаймыз. Кеттік. Соль, 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 бірақ дегенмен жақсы дирижер шықты деп ойлаймын. Керемет Нұрдәулет. Кеттік, Нұрдәулет. Қандай шығарма сенде, Нұрдәулет? Кукушечка возьми, иә? Да. Ага, он добрый. Оны домбырада шығарып берген, иә? Кеттік, шығармаға ага, 4x4 өлшемде, қалай ойналады? Керемет, кеттік, қанекей. Молодец. Как Нұрдәулет өте жақсы болады. Енді ғана келсе де домбыраны жақсы меңгерген. Келесі бағым, иә? Бағым. Сен де қандай шамас? Сен де кушечка, иә? Оны перебер онда бірден, иә? Кушечка. Жарайсың маған. Оған бері сал. Аяла, сен де дайын бердің ба? Сен жаттығу, иә? Орында тұрсың ба? Орында тұрып айта бер, иә? Орныңыздан тұрып айтамыз. Қоя сал кітапты, иә? Столға. Кетіп басынан бастап. Шығарманы атты. Детская песенка котик. Ага, өлшемі. 3x4 өлшемінде. Қалай ойналады? Ага, сен бірден дирижер болып бересің бе, иә, бізге? Нотасын айтып отыр, иә, бірге? До, ре, ми, до, ре, ми, до, соль, до, ре, ми, до, ре, соль, до. Жарайсың, отырған молодец. Біз
осы күнде бірінші сыныптармен 1-2-4, 3-4 және 4-4 өлшемдерін меңгеріп алдық және тележол сеткаларында жаттап алдық, иә. Жақсы балалар, келеме. Олай болса, бүгін бізде жаңа сабақ. Мажор және минор саздары. Онда мұқият тыңдап алайық. Қазір сабаққа байланысты көптеген тапсырмалар болады. Сабақ бастамас бұрын бір сергі алайық па? Сергі алайық па? Иә, сергі алайық. Қанеке, онда қолымызға аспаптарымызды алайық. Қазір мына экранға қарап, аспаптарды ойнаймыз. Маған қарап тұрыңдар. Дирижер деген кім? Оркестрді, би ансамбльді басқаратын адам, иә? Келдік Қанеке бірге. Қанеке аспаптарымызды алдық па? Осыған қарап, барымыз бірге ойнайық. Тыңдаймыз, дауысын өте жақсы тыңдайды. Енді жолдасымен бірге айтамыз, ойнаймыз, айтамыз. Көрінді ма? Жақсы, бір сергі болдық ба? Олай болса, жаңа сабағымызға кірісейік. Тақырыбын айтты, мажор және минор саздары. Қанеке, олай болса, саз дегеніміз не? Қалай білесіңдер? Саз дегеніміз ол дыбыстар, музыка, әуендер арасындағы достық. Айша, қойып қойымыз. Әуендер арасындағы достық. Мен сіздерге бүгін осындай көйлектер жасап алып келдім. Мажор және минор тақырыбы түсінікті болу үшін. Қараңыздар, алдымызда карточкалар берілген. Мажор және минор саздары. Қараңыздар, саз бізде екіге бөлінеді екен. Мажорлы саз және минорлы саз. Мажорный лад и минорный лад. Хорошо, Айзада? Мажорный лад и минорный лад. Мажорный лад, он такой веселый и радостный лад. Мажорный лад дегеніміз көңілді лад, көңілді әуен естісек, демек ол мажор деген сөз. Ал минор дегеніміз, не көріп тұрсыздар ғой, көңіл-күйі жоқ, ренжіп тұрған сияқты, түнеріп тұрған сияқты, ол минорлы саз деген сөз. Жарай ма? Қанеке, онда мына карточкалар бойынша мажор және минорлар айтып кетейікші. Мысалы, мына картотекада көрсетілгені демек минор орналастырамыз. Ал, мынау мажор. Так, мынау минор. Минор. Қателеспеңдер, түйсіздерсіңдер? Минор. Жалып тұрған қолыны. Минор. Түсінікті, мажор. Минор. Мажор. Түсінікті, түсінікті болса, онда қоя салайық. Қазір біз сіздермен мажорлы және минорлы гамманы өзіміз жасайтын боламыз. Келістік па? Біз сіздермен жылдың басында тон, жарты тон деген тақырып өттік. Қанеке, айтайықшы, до мен ренің арасы тон ба? Жарты тон ба? Тон, ре мен ми. Тон, ми мен фа. Жарты тон, фа мен соль. Тон, соль мен ля. Нұрдаулет, ля мен си. Си мен до аяла. Аха, түсінікті, Енді осы бойынша қанеке тақтаға күн шығады бізде. Біз қазір өзіміз гамманы жасаймыз. Нузар ма? Нузар және жүркеттік нузар. Нузардан бастайық онда, Нузардан бастайық. Сіздер мұқият қарап отырыңыздар. Нузара дұрыс жасай ма, жоқ па, тексерейік. Нузар, біз қазір сенімен Нузар, кешірші.
Музар. Не, скрипка бетін сыздым. Музар, иә, есімі ерекше. Шатасы береміз. Міне қазір, міне ережені көріп тұрсың, иә? Мажорлы гамманың құрылымы. Тон, тон, полутон, тон, тон, полутон. Оны әдісімен қазір мажорлы гамма ре мажор таңдайдың құрамыз, иә? Ре мажорды десем, демек қай тоны бастаймыз? Ре мажор десем, реден бастаймыз. Мажорлы гамма ре мажор. Тон дейді. Демек, жазамыз. Ре, ми нотасын жазасың. Ре, не қайды? Аха, ре мен ми. Келесі. Енді мидан қайсы нотаны жазсам тон болды? Мидан фа бола ма? Әлде фаның диез бола ма? Бемоль бола ма? Диез. Иә, кеттік. Фа жаз. Қасына, фаның қасына диез, решеткая диез жазымыз. Аха, тон жаздық. Енді сонда фа диездан полутон болсын, қайсы нотаны жазамыз? Соль. Жазам соль. Келесі, тон болу үшін солдан Соль мен ля. дұрыс ля жаз. Қазір осыны өзің ойнап бересің, иә? Ля жаздық. Одан кейін? Тон болу керек. Ля мен си. Келесі? Тон болу керек. Сидан тон. До ол жаттың. Ал егер оны Ол көтерсек, ол до не болады мынандай белгі? Диез. Және ендігі айтып көтті. Және қасына? Диез, иә. Келесі? полутон. До диездің жаттың? Ре. Жоқ. Бірін қайда жазылады? Додан кейін жаз. Сөйті, кеткенде оны өзім осы гамманы диездар білесің қалай оқылса да, кеттік барлығын тыңдаймыз. Гамма, ре мажор, ре, ми, фа диез, соль, си, до диез, ре. Аха, артқа айтамыз кеттік. Түсінікті ма? Аха, балалар көрдіңдер ғой, бұның дыбысталуда мажорлы гамма екені ұғынықты дыбысталуының. Жарайсыңыздар, отыра ғой. Минорлы гамманың қосылуға кім шығады? Айзада. Шасына кеттік Айзада. Айзада шығады, енді ойнайды, иә, онда? Қас көрдік. Минорлы гамманы құрастыру үшін біз соль минор тональдың ойында. Соль минор десем, значит, начинается с нотки соль. Пойдем. Строение минорный гаммы. Тон. Сольдан, тон жасаш. Соль и тон. Ля. Ля. Сейчас, соль. Да, соль пиши. Вот. Нет, давай, вот сюда. Қазір өшіп. Кеттік. Жақында соль жаз. Екіншісі де соль болса, иә? Соль жаз не жерге? Жаз. Келесі. Полутон дейді. Полутон. Сольдан полутон жасау үшін? Ля. Жоқ. Соль, ля. Тон жасады. Ляны жазған жоқ, қасына ляны жаз бірінші. Соль қасына ля жазады, иә. Между второй и третий, да? Ля, енді полутон жасау керек. Ля, ляның деген ортасы ол бізде тон. Ал полутон болу үшін біз мұнда бемоль қоямыз, иә? Кеттік мына жерге си жаз. Мұнда жазамыз си. Вот сюда бемоль поставим. Вот так. И вот так, да? Кеттік келесі. Полутон жасадым. Енді тон. Си бемольдан тон жасаймыз. До. Екі жақтан до нотасын. Все. Все. Келесі. Тон жасадық. Ары қарай тағы да тон. Демек, додан тон это... Нет, смотри. До. Рядышком вот какая? Ре. Пиши ре. Второй
Тон жасадық. Енді полутон. Редан полутон. Нет. Ага, сейчас. Сейчас наши. Ага. Дұрыс. Келесі. Тон. Фадан тон. Біз асып кеттік қой. Сол жазау. Фадан тон. Фа жаса бір жерге, мына жерге. Фа жас. Ага. Енді соңғысы тон. Қара. Сол жас. Екінші жақтан сол. Аха, келген түсінікті, иә? Міне Айзада бізде жазып шықты. Әкел, енді ойнап бересің бе? Отыра ғой Айзада, молодец. Енді минорлы, соль минор гаммасын бізге енді ойнап береді. Бүгін қолыма саған сольдан бастайық. Олша сольдан ойнай жүреді. Соль, ля, си бемоль, до, ре, ми бемоль, фа, соль. Ага, отправим землю. Соль, фа, ми бемоль, ре, до, си бемоль, ля, соль. Ага, бұл бізде соль минор гаммасы, иә? Отырауға ерлік жарайсын. Керемет. Балалар түсінікті болды ма? Сонымен мажор дегеніміз ол қандайлады екен? Ал минор? Енді барлығымыздан ойнайық. Назарымыз экран басалайықшы. Қазір әуендер беріледі. Сол әуен бойынша анықтауымыз керек, ол мажор ма, әлде минор ма, иә? Өзара аяла барлығымыз қоймыз. Қазір қайсы шықты? Керемет, дұрыс, мажор, келесі. Минор. Қайдан білінді минор екенін? Я, мұнды музыка болып тұр, иә? Мұнды әуен. Минор, дұрыс тәттілер. Келесі. Мажор бірден белгілі, бөлінді басталады. Қазір дейін. Біз дұрыс жауап бердік па? Дұрыс, мажор. Келесі. Мажор, я ойнақы бөлінді, демек мажор. Я. Қайсы бөлініп тұр? Керемет. Минор ма? Неге минор? Мұнды көліксіз. Дұрыс. Жарайсыңдар. Бұл минор. Мажор демек көңілді сәт, ал минор көңілсіз. Жақсы. Ал енді бір ойнанайық па? Нота заттан жақсы меңгердік қой, иә? Онда бізде қазір математикалық ойын. Секундқа, иә. Мен секундымен қосамын, бізге командаға бөлініп, ойындарды есептерді шығаруымыз керек, жүре ма? Нота ұзақтықтар. Кәне, мына жақ командада Аяла başı, мына бағым. Аяла, сен нашқа келесің бе? Шеге қызарындасың. Қазір уақыт қосам, уақытқа осы есептерді шығару керек. Қазір міне Аяла келем. Енді мына жақ командаға мынандай есептер. Бағымды нашқа келешек. Аяла, жақындан. Маркер сейчас берем, как быстрый маркер. Аяла, қазір мен уақыт қосам, секунда. Не, маркер қызыл. Екеу? На, қазір қара беремін. Ала бер. Жақында, Айша, жақында. Жақындаймыз. Айнада, жақындаймыз. Жақында. Нота заттарын есептеп шығу керек. Апай бастайды.
Қазір айтамын, бірге болсын, мынаны тескеріңіз. Аяла не? Аяла түсіндірем. Бірге жасаңдар жүре ма? Балалар тыңдаңдар, бағым нота ұзақтықтарын есептеуіміз керек. Мынандай көкпен қоршалғандарда қайсы үлкен, Мұзара, қайсы үлкен, қайсы кіші табуымыз керек, жүре ма? Салыстыру. Иә, анамда жасайсыңдар, бірге жасаңдар. Бағыттардың бір командасында. Мұнда есептейміз. Қандай нота ұзақтығы жетпейді, соны қоямыз, жүре ма? Бір, екі, үш, басталды. Қанекей, тез. Аяла, тез өтіп жүріп өтемін. Қанекей. Аяла, жасыр. Қайсы? Все, айназар. Бірге істейміз. Қас тексереміз, қостың айназ, аяланы күтеміз. Мажа командаға келейін. Қанекей, қалай, Нұрдәулет? Жоқ, бірге жасаңдар, қателіктер болып жатыр. Иә, кет мына жақта. Аха, дұрыс, мына жақта. Қанекей, тезірек. Тезірек, біраз уақыт қалды. Қазір тексеремін, бірге тексереміз. Мына жерде қайтер. 9, 8, 7, бағым, ендік 6, тез. Мұздара 5, 4, 3, 2, 1. Болды, қайды өткіземіз. Өткіземіз, қайды тексеремін енді, е? Аяла, отыра бар, қазір сұрайым, өзін тексеремін. Бірінші команда. Аха, Аяланың командасын тексерейік, нота ұзақтарын дұрыс жазмайды. Қараңдар, 4-ті қосу қандай? Мына жерде бүтін жазып отырсыңдар ғой. Мына бүтін ба? 4-ке бүтінді қосқан кезде жартылық шыға ма? Жоқ, қандай нота ұзақтығын қосу керек? 4-ке 4-ті қосуымыз керек. Демек, біріншісі қате. Қайда мөрте? Біріншісі қате Аяланың командасында, е? Мына жерде қате. 4 болу керек. Келесі 8-ке 8 қосқанда 4-тік, дұрыс. Мына жақтықта 4-тіктен 8 табанда 8-ді. 4-тік, дұрыс. Бүтін, дұрыс. Дұрыс. Қалғанның барлығы дұрыс екен, керемет. Мына қай командаңды? Көппен берген маркер. Сенек ма? Кеткенкей. Бүтін мен бүтін тең. Дұрыс, 4-тік, дұрыс. Дұрыс. Және тең. Дұрыс. Бір қате Аяланың командасында. Келесі бағымның командасында жартылықты қоссақ. Аха. Дұрыс. 4-ке 4-тік тең. Мынада не болады? Соңғысында. Нұрдәулет, сен жазылың өтме? 2 16-ті қоссақ. Қалай болады? 1, 2 қосылып 1 деген санды береді. Ал 4-тік 1-ге. Қайсы үлкен болады сонда? Дұрыс, 1-ге 4-тік нотасы үлкен болады. 1 қате. Келесі 4-тікке 4 жартылық. Мына жерде қате жартылық. Дұрыс екен 4-тік. Дұрыс. 4-тік қосу жартылық. Қайда табу? Бүтін ба? Дұрыс, бүтін. Үшін бірақ бойымандар, е? Келесі 4-тік. 8-тік дұрыс. 4-тік, қосу 4-тік. Мына іші боялы ма, боялмай ма? Боямайды. Нотаны асып жазғанда қателесіп кетесіздер ғой, е? Келесі үлгермей қаптық қанекей бірге шығарып жібереміз ба? Жартылық нота қалай саналады? 1-ге, 2-ге. Ал 8-тік 1-ге. Сонда 1-ге 2-ден 1-гені алсақ қанша қалады? Жоқ, қоспаймыз, аламыз. Міне жазайын, е? 1-ге, 2-ге. 4-тік, дұрыс 4-тік. Жоқ, математика емес, нотамен есептейміз. Келесі 16-лық, 2 16-лық қосылып қаншаны береді? Жоқ, 2 қосылып 1. Ал қасындағы 8-ді? 2. Сонда жауабы 4-тік.
Көрдік, мынандай болады. Бұл біздер бүгін бірінші рет математикалық есеп шығардық. Өткен сабақта бір рет жасағанбыз. Жақсы бала түсінікті, иә? Қателерімізді көрдік. Мотозаттарын әлде жаттауымыз керек. Кестік па? Жақсы, жарайсыздар. Олай болса, қазір біз сіздермен үйге тапсырма берейін, иә? Осындай карточкалар таратып беремін. Шығармаларды талдап, үйге осы тапсырмаларда әркім өз аспабында ойнап келу керек. Қазір ноталарды қарай беріңіздер. Қараймыз. Ноталарды оқимыз. Şöyle. Hani notalar karış, şarman hatırlayın. Aha kalay oynayımız. Aşağıda ölçümü 2'de 4 ketken ki bärimiz birge notasını okuyup ya. Do, sol, la, sol, fa, mi, sol, do, mi, sol, sol, mi, la, sol, fa, la, sol, do, fa, mi, re, fa, mi, do, fa, mi, re, fa, mi, do. Жақсы ноталарды оқып шықтық. Енді үйге тапсырма. Осы шығарманы домбырашылар домбырада, пианистер өз пианино аспабында ойнап келеді, жарай ма? Дирижерлар 2'де 4 қалай дирижерланады? Қазір көрсетейікші кәне 2'де 4'ті. Ya kaçıncı ya ona kimin birge, yegige. Onu sol jақ birge, yegige. Түсінікті ғой? Қалғанын айтпаймыз, мына жерде шапалақтап, әуенін ойнамайды. Үйде жатап келесіздер әуен, жарай ма? Жақсы олай болса, рахмет. Біз қазір сіздерге арналған релаксациямыз бар. Балаларға таратпен, алған жинап қойыңдар балалар, я? Сіздер көздеріңізді жұмып отырыңыздар. Біз қазір сіздерге қанекей аспаптарын алады, айтып. Все желтит. Я көзіміз жабамыз қазір, айтам қосам. Еще нет. Да? Еще нет. Я коктейль емес Я вот смотрю, еще вот там где коктейль емес, ол шпонды, иә? Алыр. Болды ма? Қашыды? Аяқтаңдар. Әкел, енді. Сейчас. Трубочка. Направить. Енді көзімізді жұмамыз. Елесетіп отырамыз, иә? Как будто біз жазда отбасында мореде жүрміз.
Ал жақсы. Керемет. Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болды ғой, иә? Үйге тапсырма түсінікті болды, иә? Сабаққа белсене қатысқандар үшін үлкен рахмет. Қоямыз. Сабаққа белсене қатысқандар үшін рахмет. Енді бағалау. Қанеки алған білімдерді бағалау жүргізейік. Бұл жерде көріп тұрсыңыз ғой, мишеньді көріп тұрсыз ғой? Осы мишеньға бүгінгі сабақты қаншалықты деңгейде меңгергендерімізді белгілеуіміз керек, жарай ма? Кім 100%, кім 80, кім 50, кім 20. Жақсы, келді. Ортадан нәтижені аламыз, смайликті және жабыстырамыз. Окей? Келеміз. Өтеміз тұрдары. Не трогай, не трогай. Жақсы болсын, орныңызға отырыңыз. Хайза. Жақсы. Жақсы, бір бала 50% меңгеріпті. Жақсы, кім екен сабақ соңында онда айтамыз, иә? Бірге қайталаймыз ары қарай. Жақсы, балалар, бүгінгі сабақ ұнады деген үміттемін. Қанеки, сау болып айтайық, иә? Қолымызды жаққа қоямыз.